Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте керемет королевский тортын жасаймыз. Бұл торттың дәмі өте ерекше. Үйдегілерге жасадым. Өте қатты ұнады. Сіздерге де ұнайды деп сенемін. Керек заттарымызды дайындаймыз. Ең алдымен жұмыртқалардың барлығын бір ыдысқа жарып салып аламыз. Үстіне шекерді салып, 2 есе үлкен масса болғанша жақсылап миксерлейміз. Осының үстіне жылы сүтті құямыз. Сұйық майды құйып, 1 минуттай миксерлейміз. Онымен қопсытқышты араластырып, елгезектен өткізіп, 2-ге бөліп саламыз. Бірден салуға болмайды, себебі массамыз басылып қалуы мүмкін. Лопаткамен астыдан үстіге қарай түйіршік қалмайтындай етіп жақсылап араластырамыз. Осы жерде айта кететін жайт, біз ең алдымен барлығын бір ыдысқа араластырып аламыз. Кейіннен бұны 3 ыдысқа жеке-жеке бөліп, 3 түрлі корж жасаймыз. Біреуі шоколадный, ореховый және маковый болып бөлінеді. Дайын болған массаны 3 бөлікке бөліп аламыз. Кеседегі массаның біреуін кеңдеу ыдысқа салып, үстіне какао салып, жақсылап араластырамыз. Бұл бізде шоколадный масса болады. 1 келкі болып шыққанша араластырамыз. 180 градус қызып тұрған пеште 5-10 минутта пісіріп аламыз. Дәл солай келесі екінші кеседегі массаны құямыз кеңдеу ыдысқа. Бұған біз мак саламыз. Бұны де араластырып, 180 градуста 5-10 минутта толық піскенше пісіріп аламыз. Енді үшінші массаны саламыз. Бұған біз үгітілген жаңғақ салдық. Бұны де жақсылап араластырып, толық піскенше пісіріп аламыз. Қамырларымыз дайын. Жақсылап суытып алдық. Енді бұларды крем жағып жинаймыз. Творожный сырды пайдаландым. Творожный сырға сахарный пудраны салып, 1 келкі болғанша араластырамыз. Үстіне сливки құйып, қою болғанша жақсылап араластырамыз. Тортымызды жинаймыз. Кольцоға жинасаңыздар түзу тегіс болып шығады. Азғана крем жағып, үстіне шоколадный коржды салып, кремді мешочекке салып жинасаңыздар бір тегіс болып шығады. Осылай тегістеп жағып, ложкамен тегістеп шығамыз. Екінші мен ореховый коржды салдым. Дәл осылай болғанда крем жағып, тегістеп шығамыз. Ең үстіне мак қосылған коржды салып, бетіне крем жағып, тегістеп жағамыз.
тортты бір түнге немесе 4-5 сағатқа мұздатқышқа қоямыз. Тортымыз жақсылап мұздады. Енді кольцодан шешіп, сыртқы кремін жағамыз. Достар, менің арнама жазылып қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Себебі мен сіздерге тағы да өте жақсы сапалы торттардың, дәмді тамақтардың рецептілерін ұсынатын боламын. Менің видеомды соңына дейін тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Сіздерге үлкен алғысымды айтамын. Достар, мінекей тортымыз дайын. Сыртын өз қалауыңызша сәндесеңіздер болады. Мен қалған кремге азғана краска қосып, кондуринмен осылай сәндеп шықтым. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей разрезі, дәмі деген өте керемет, жұп-жұмсақ, өте нәзік торттардың бірі.